Жоқ. Оқысай. Карлу. Жоқ. Қ. Q-A-R-L-U-N-S-O-T. Әріптерін қолданып. Ондай емес қазір. Шашап кетемін мен қазір. Давай, бастаймыз. Мынау Әрде. жоқ, әмен бітеді. Әріптерін Тоқта, дұрыстап оқы. Мынау е ма? Қимылдамай отыр. Қолданып. Молодец. Құрастыр. Мынаушы. Сөз құрастыр. Молодец. Не деп жатыр сонда? Кеш шашын дүние. Не дейді сонда? Білмеймін. Тұр, қараш. Шашын мотив отыр. Жүз отыр. Стринге кіріп ашықта. Нені? Екі адам көріп отыр. Екі адам көріп отыр. Енді Қ әрпінен сөз құрастыр дейді. Мына сөздерді пайдаланып, мына әріптерден сөз құрастыру керек екен. Қасқыр? Қ, А, С бар. Жоқ қой? Қандай сөз бар мына әріптерден? Қандай сөз құрасың? Қасқыр? Бірінші Қ. Қасқыр. Мына жерде ше, мына әріптердің бәрі болу керек оның ішінде. Қ, А, С, тағы Қ жоқ қой? Екі Қ болу керек қой қасқыр дегенде. Мына жақта бір-ақ Қ бар. Қар. Молодец, қар. Ш жоқ екен. Әдемі, молодец. Мысық. Мына жерде м деген әріп жоқ қой? Осы жердегі бар әріптерден сөз құрау керек. Нан бар, нан. Нан? Мақұл, нан. Ашы А, бірінші А. Ана. Молодец. Ран. Ран деген сөз бар ма? Рас. Рас? Рас деген не ол? Бір. Ойбай, ондай емес. Рас деген шын деген сөз ғой. Рас. Шын ба? Жазайын ба? Рас деген шын деген сөз ғой. Жазайын ба? Рас. Үтір қойсай. Үтір деген не екенін білесің ба? Рас. Зынлы. Лақ. Я, лақ. Молодец. Лайк басып жатыр. Молодец дейді жан саған. Лақ. Уық. Уыққа. Уық па? Ы деген әріп жоқ қой мына жерде. Қандай әріп бар? Су болады ба, су? О, молодец. Басың қатыс дейді ғой жан сезім сенің. Мен ойламадым. Нан. Молодец.
Сырға ма? Иә. Ы деген әріп жоқ қой бұл жерде. Мына жерде бар әріптер деген сөз. Сол. Сол? Молодец. Дұрыс. Сол. О ғой. Сол. Молодец. Нақта сүймасана, нақта де. Үтір демейсің ба? Үтір деген не ол жан сезім? Үтір мені. Нүкте ғой ол. Үтір деген кішкене сызатын ше. Апайың үйретпеді ма? Бәріне сондай қойып шығу керек. Үтір. Бүйтіп жүрсем бе? Иә. Сөз біткен кезде ғана әріп емес. Күшті, молодец. Қажеде. Неге келдік енді? Ол. Молодец. Асықпасай, асықпа. Әдемілеп жазсай. Тас. Күшті. Тас. Ойбай, басыға түстейді ғой жан сезім. Тас. Қажеде келдік. Бұл ма? Бітті ма? Иә. Тағы бір сөздер құрай аласың ба? Тағы мына біткенше құрайық та. Басынан. Қыдан бастаймыз қайттан. Абайды сұрақ көрсей. Жоқ, мына жерге аяқтағанға дейін жазайық та. Сен білесің ма, Миру? Иә, мен білем. Ішкенің келсе жазып көргенсің ба? Ру дейді. Ру дейді. Жазшы. Ру. Руың не жан сезім? Ру не? Сенің руың не? Ноғай. Молодец. Жаза ғой, ру деп әпшелер айтып жатыр. Аяжан әпшең айтты. Рахмет. Ру. Ру. Ро деп жазып қойдың ба сен? Ру. Молодец, үтір ғой. Тағы қандай сөз бар? Қыдан бастап қайттан жазамыз. Қар жазып қойдық қой. Қарғы. Аяжан деген қыз айтады. Ал дейді. Ал дейді. жазып қойнады. Ол ғой ол. Ал. Молодец. Сосын Аяжан деген қыз айтады. Қол дейді. Қол. Енді қажеде келдік. Болды. Болды ма? Бітесін жан сезім қарсай. Мына қыдан бастап тағы бір айтып шайық па неқа дейін, е? Сол кезде мына бітетер. Қыға қол деп айттық, е? Аға ал дедік, е? Рыға ру дедік. Енді лы. Лақ деп жаздық қой. Жан сезім. Жаңа қол деп жаздық қой. Қол деп жаздық қой. Аяжан деген қыз айтады. Қал дейді. Қал деген не екенін білесің ба? Мынау ше қара. Қал ғой. Мынау ше қара. Жоқ, мынау қара точка. Жоқ, сүйек емес, қара точка бар ғой. Мынау көріп тұрсың ба жан сезім? Жоқ, ол емес. Мынау қара. Мынау қара. Көрсетші қолың тиісші. Кәні, қараны көріп тұрсың ба? Сол қал. Қал? Қал жазайын ба? Иә, қал деп жазамыз. Не бар ең? Ланы дұрыстап жазсай жан сезім. Енді қай әріпке келдік? Лыға келдік. Лыға келдік қой.